Аясыл, мен саған ертегі оқып берейін. Я, анашым. Айдар мен Сәуле таңертең ерте оянып, әже Зеренің әнін естіді. Бұл олардың ең сүйікті күні болатын. Бүгін тәуелсіздік күні, менің күнім, деді Сәуле секіріп. Айдар: жоқ Сәуле, бұл біздің отанымыздың күні. Әже Зере, отан деген не? Деп сұрады. Әже Зере күлімсіреп, екеуін де құшақтап алды. Отан, бұл сенің туған жерің, менің туған жерім. Бұл біздің еркін және бақытты өмір сүріп жатқанымыз, деді ол. Кәне далаға шығып отанымызды көрейік. Олар далаға шықты. Айнала жасыл шөп, көк аспан және алыстағы Алатау таулары. Міне біздің кең даламыз, деді Айдар қолын жайып. Сәуле бір ашық қызыл қызғалдақты көрді. Қарашы Айдар, бұл гүл бізге ешкімнің рұқсатынсыз өседі, деді ол. Айдар басын изеді. Дұрыс айтасың, біздің отанымыз сияқты бұл гүл де еркін. Олар әрі қарай жүріп, бұлақтың сылдырын естіді. Бұлақ суы таза, мөлдір еді. Еркіндік суы осындай болу керек, деп күбірледі Сәуле, алақанымен су ішіп. Күн ортасына таяғанда олар үйге қайтты. Әже Зере дастарханға жылы бауырсақтарды және қымызды қойды. Бұл олардың дәстүрі, олардың байлығы. Айдар мен Сәуле бауырсақты жеп отырып, бір-біріне қарады. Олар өз үйінің, өз даласын, өз дәстүрлерін қаншалықты жақсы көретінін түсінді. Әже Зере оларға қарап, тәуелсіздік бұл осының бәрін сақтау және мақтанышпен айту біздің жеріміз, деді. Олар күлімсіреп бірге ән салды. Мінеки Аясыл, осындай тамаша ертегі. Саған ертегі ұнады ма? Я. Не туралы ертегі? Тәуелсіздік гүлі туралы. Жарайсың Аясыл.